2026 жылы кірмей тұрып, жаңа жылдың алдында балаларға көңіл бөліп, кішкене қыдыртып қайтсам ба дедім. Таңертең ерте тұрып, мантымды дайындап, обедке дайындап кеттік. Сағат 10-да шығып кеттік та, балаларды ойын алаңына апарып, кішкене сергітіп, көңілдерін көтеріп қайтайық дедік. Көп болды, негізі балаларға да көңіл бөлмей кеттік. Енді мен босанғаннан кейін кішкентай мен болып кеттім. Сонымен қой деп, қыздардың барлығын 4 қызды алып алдық. Сөйтіп 2 ұлды үйге тастап кеттік. Ағасына тастап кеттім, кішкентайды Хамзаны. Сөйтіп қыздармен келіп, мына жерде жаңадан ойын алаңы ашылған күшті, бұл осындай ашылуына қарсы осындай шарлармен оформление жасапты. Мына жаққа гардероб бар екен, киімдерімізді, аяқ киімдерімізді шешіп, кассаға ақшамызды төлеп, ішіне қарай кірдік. Ұлдананы енді ес білгелі, қазір 1:30-да ғой. Енді осындай ойын алаңына келіп тұр, аузы ашылып, қорқақтап, ана жерде тайтайлап тұрған. Негізі бұрын біздің ауылда бұндай ойын алаңдар болмайтын, енді ашылып жатыр да. Жүгіріп жүр, ішінде күшті шариктер бар, енді ойнағанға ше, батут бар, соның барлығын көрмеген ғой, көзі жайнап тұр қолданан. Қыздармен бірге өстіп секіртсем, көзі шығып жылап, мына жерде қорқып ше, одан кейін өзім көтеріп алып секірттім, көңілін көтерсін деп ше. Сенің музыка естісе тыныш тұра алмайтын досың дейсің ба? Осы музыка естісе сразу тербеліп шығады ғой. Сондақсы жалмаңдап билемейді, осылай тұрады тербеліп. Соен мына маймыл деген маған атылып саулама, көзімді ойып ала жаздады. Жаман екен, аты да бір Боря екен, Боря десе Боря, өзі деген бұзықтау екен кішкене. Сонымен ең белсенді ата-ана деп осындай ойыншық берді бізге, келіп балаларды тербетіп, качеляға. Енді мынау күшті біздің құланда ашылған ғой, енді бұрыннан ашылған, бірақ бұрында бір келгенімізде ол кезде барлық балаларымызбен үй ішімізбен келгенбіз, сол кезде суық болатын, іші енді осы жолы ремонт жасап, теплый пол барлығын істепті. Осындай фотозоналар ше, мына жерге суретке түсуге болады, енді күшті екен. Суретке де түстік, от души балаларды ойнатып, мына жерге Ұлдан ағымна шариктермен ойна десем қорқып жүрғаны жерде, аяғына батып жатыр ғой. Сонда да отырғызып қойдым, сонымен қазір үйренді, өзімен өзі қазір билеп жүр. Айсуда ана жерде тренд түсіп, тик-ток түсіріп өзінше отыр. Аяшка ана жерде сырғанап, одан Тамирис мені түсір, мама мені түсір деп барлығын түсіріп, ана жерде енді күшті ойнады ғой. Бір 3 сағаттай ма ішінде жүрген шығармыз. Енді қазір бір 12-де ма ровно Аяз ата келеді дейді да, соған барлық жаңа дайындалып жатыр да, осының ішіндегі кісілер. Аяз ата келеді, маймылдар, цирк болады деп, сонымен қой кішкене көріп кетейік дедік. Енді 2 сағат атушы ойнадық. Дальше енді Аяз атаны көрейік, Ақшақарды көрейік деп ше, енді өздері сондай сценарий құрып, күшлеп тұрып концерт ұйымдастырған ғой, енді кішігірім осындай балаларға қызықты болсын деп, оның соңында сосын билет ойнатамыз деді. Соны күтті, кішкене қызық болсын деп, көп ата-аналар енді балаларын алып келіп жатыр, соларға енді мотивация болсын деп, осындай сыйлықтарды таратады екен. Енді ол билетпен да, аты жөніңдімен билет жазып. Мына жерде енді қой қарынды ашып кеткен ғой, өзінің ішінде жаңа пицца, чекен, анау-мынау заказ беруге болады екен. Балалардың қарны ашса өз-өздеріне ұқсамайды ғой. Біреуі носкиін шешті, біреуі шашын жұлған ғой. Үйден кішкентайдан демалам ба десем, мыналар мені шашат жіберді ғой, 4-еуі, 4 жақтан 4 қызым ше. Сонымен қойды пока келгенше деп жүрек жалғап осы фистуши чайды ішіп алдық қыздармен. Екеуі соткаға кіріп кеткен ғой. Сонымен деген пиццамыз дайын емес, әлі біраз күтіп қалдық. Сосын мына жерде енді Аяз ата келейін деп жатыр, балалар қой отырыңдар деп барлығын осылай отырғызып қойдық. Ата-аналар да отыр, енді күтіп жатыр ғой енді Аяз ата келуін. Сонымен мынандай мистер Гриди ма осы шықты мына жерде. Ассалам. Аяз атаны күтіп жатсыздар ма? Білесіздер ма, Аяз ата келмейді? Жоқ, келмейді. Маймыл да келмейді. Жаңа жыл болмайды. Так что можете домой идти. Қайда маймыл? Жоқ маймыл вообще. Мен білмеймін. Кім? Гринч? Жоқ, мен мистер Гринчман, если что. Понятно? Қорқпа. Ладно, все. Қорқпа. Кім қорқып жатыр? Неге? Сізден. Мен де папасы сияқтымын ғой. Жасысыз ғой сіз. Неге қорқасың маған? Түрі де өзің страшный екен, мына жерде ұлдана қорқып, қорыққан сайын жақындайды да, жап-жасыл болып. Сонымен клоундар келді, осылай өздерінің жаңағыдай өнерлерін көрсетті, балаларды ортаға шығарып билетті. Енді өнерлеріңізді көрсетіңіз деп Айсуға шық десем шықпайды ғой, Айсу да биді жақсы көреді да. Ұялып, қысылып осындай жерде. Мына кішкентай жалмаңдап, күштеп тұрып билеп жатыр ғой қазіргі тренд музыкаларға. Біздікілер отыр, мінекей, үшеуі үш жерде, біреуі ана жақта отыр. Сонымен барлығын концерттерін қойғаннан кейін, одан кейін маймыл келді,
сонда мен амандасып шықтым. Бұған жақында болған екен, жақындаса көзіңді ма бір жеріңді ойып алады екен ана тырнақтарымен ше. Бұл да енді ақылдың қожайынның айтқанын істеп сөйтіп жатыр да, барлығын істейді екен. Сонымен наконец-то пиццамыз келді. Қой деп ана шоуды көрмей мына жаққа келдік, қарынды тойдырайық деп. Әйтпесе балалар деген өз-өздеріне ұқсамай кетті ғой, қарындары ашқаннан да вообще шулап, біреу жылап. Сонымен тез қарнымызды жүрек жалғап алдық. Осындай пицца ғана заказ бердік. Одан кейін крылышке бердік. Қой енді қарын тойды деп, Аяз ата да келіп қапты. Шығып тақпақтарында айтыңдар дедім. Айсуларға үшеуі күштілеп тұрып тақпақ айтты. Тамерис мына жерде ұмытып қап, маған қарап бүйтіп қояды, өзінше ымдап айтып жібер деп ше. Көзімен. Сонымен деген мен де білмеймін ана жерде тақпағын. Аяз беріп, Айсу да конца айтып берді. Сосын пиццамызды келіп жалғастырдық. Аяз атадан подарок алды, чупа-чуп салды қыздар. Сосын дальше қалып қоймасын деп пиццамызды жедік. Соңында бір билет ойнап кетейік, енді кішкене сыйлық ұтып алайық дедік. Асығып тұрмын, шеше кішкентай жылап қалды ма ана бесікте деп. Сонда да мына жақтан қимай бара жатырмын ғой, бір сыйлық ұтып алармын деп ше. Сонымен осындай сертификат ұтып алдым, 10 000 теңге. Осыған енді бижутерия, сақина, сырға немесе цепок алуға болады. Осы үйге таксиді шақырып қойдық. Сонымен енді Аяжанды киіндіріп жатсам, носки жоқ. Бағана носкиін шешіп отырған ғой, сөйтсем бір жерге тастап кеткен, оны білмейді. Сонымен носкисіз қайттық үйге деген. Бүгінгі күн енді керемет болып өтті балалар. Қалай қыдырдыңдар? Жүр мына жаққа. Жақсы. Ұнады ма? Бүгінгі күндерің, ал кіріңдер ал. Бүгін күшті қыздар. Көңілдерін көтеріп. Ой, неше түрлі подарка, сертификат ұтып келдік енді. Мәз бол. Кеттік жүр, үйге жүр, көрсетемін. Хамза батыр не істеп жатыр екен? Ағасы бесікке салып берген, қарап жатқан шығар. Кімдер ал? Ой, жан.